Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгінгі видеода сіздерге зат есімнің көпше түрі тақырыбын түсіндіремін. Ағылшын тілінде зат есімнің көпше түрін жасау үшін зат есімге s жалғауын жалғаймыз. Мысал алатын болсақ, міне table, яғни үстел сөзі көпше түрге ауысқан кезінде оған s жалғауы жалғанады. Еш өзгеріссіз жалғанады. Сол сияқты dog, dogs, яғни иттер деген сөз. Бірақ ағылшын тілінде кейбір ағылшын сөздері белгілі ережеге сай s жалғауы жалғанады. Мысалға, сөздер x, s, ss, ch, sh әріптеріне аяқталса, көпше түрге ауысқан кезінде s жалғауы жеке өзі жалғанбайды. s болып жалғанады. Мысал келтіретін болсақ, dish сөзі. Dish дегеніміз ыдыс деген сөз. S және h әріптеріне аяқталып тұр. Сондықтан да көпше түрге ауысқан кезінде dishes болып s жалғауы жалғанып кетеді. Келесі сөз class. Екі s әрпіне аяқталып тұр. Сондықтан s жалғауы жалғанады. Келесі үшінші ережеге назар аударайық. Бұл жерде y әрпіне байланысты ереже. Егер сөз y әрпіне аяқталып, бірақ оның алдында дауыссыз әріп тұратын болса, зат есім көпше түрге ауысқан кезінде y әрпі I әрпіне айналып кетеді. Мысалы, city, яғни қала сөзі. Біз қалалар деп айту үшін cities деп айтамыз. Жазған кезінде y әрпі I әрпіне айналып кетеді. Дәл осы секілді бала сөзі. Baby, babies. Келесі ереже тағы да y әрпіне қатысты. Егер сөз y әрпіне аяқталып, бірақ алдында дауысты әріп тұратын болса, зат есім көпше түрге ауысқан кезінде s әрпі еш өзгеріссіз жалғанады. Мысалға, key, яғни кілт сөзі. Case, еш өзгеріссіз жалғанып тұр. Дәл осы секілді day, дауысты әріп болғандықтан days ешқандай өзгеріссіз жалғанып тұр. Келесі төртінші ереже, егер сөз f немесе fi әріптеріне аяқталса, көпше түрге ауысқан кезінде f әріпі v әрпіне айналып кетеді. Мысалы, knife, яғни пышақ сөзі. Көпше түрге ауысқан кезінде v әрпіне айналып кетті. Knives. Shelf, shelves. Келесі бесінші ереже, егер сөз o әрпіне аяқталса, көпше түрге ауысқан кезінде зат есімге s жалғауы жалғанады. Мысалы, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Ал енді мына сөздерге назар аударайық. Бұл сөздер жаңаға айтылған 5 ережеге бағынбайды, яғни ережеге бағынбайтын сөздер деп аталады. Төртінші ереже бойынша біз сөздер f әріпіне аяқталса, f әріпі v әріпіне аяқталып, оған s жалғау жалғанады деген болатынбыз. Бірақ, міне мынау қоңырмен жазылған сөздер осы ережеге бағынбайды. Calf, calves, roof, roofs, cliff, cliffs, safe, safes. Осы секілді мынау күлгін түспен жазылған сөздер 5-ші ережеге бағынбайды. Яғни o әрпіне аяқталған сөздер көпше түрге ауысқан кезінде сөз s болып жалғанатын еді. Бірақ мына жерде әрпі түсіп қалған. Бұл сөздердің барлығы ол ережеге бағынбайды. Ал мына қатарға назар аударатын болсақ, бұл жерден біз түбірімен өзгеріп кететін сөздерді көре аламыз. Бұлар 5 ережеге де ешқандай қатысы жоқ. Бұлар түбірімен өзгеріп кетеді. Яғни зат есім көпше түрге ауысқан кезінде бұл сөздер толықтай өзгереді. Man, men, яғни man еркек, men еркектер. Child бала, children балалар. Woman әйел, women әйелдер. Person адам, people адамдар. Foot аяқ, feet аяқтар. Mouse тышқан, mice тышқандар.
тұз, тіс, тиз, тістер. Гүз, қаз, гиз, қаздар. Бұл сөздерді міндетті түрде жаттап алу қажет. Менің бүгінгі видеом ұнаса, сабақ түсінікті болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарий жаза кетіңіздер. Және де менің инстаграм каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.